Қазір 3 вариантты көреміз. 1, 2, 3. 3 варианттың біреуін таңдаңыздар, немесе көңілдеріңіз қаласа 2 вариантты таңдасаңыздар болады. Яғни 3 вариант тастаймын. Я немесе жоқ деген сұрақтарға жауап алу. Яғни жұбымның басқа біреуі бар ма дегенге я немесе жоқ деген жауапта. Нақты я жоқ деген жауапқа келетін сұрақты ойларыңыздан іште айтыңыздар, немесе комментарияға да жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнделікті жұлдыз жорамалда болады. Енді бірінші вариантты таңдағандар, екінші және үшінші вариантты таңдағандар көреміз. Я немесе жоқ. Үй алу болады ма осы жыл дегенге я немесе жоқ деген сияқты. Сондай өздеріңіздің сұрақтарыңызды іште қойыңыздар. Әркім өзінде. Бірінші вариантты таңдағандар жоқ деген жауап. Я дегенге жету үшін, ол үшін күресуіңіз керек, кедергілер бар деген сияқты. Яғни оңай болмайды. Яға жету үшін оңай болмайды. Негізінен жоқ деген жауап. Бірінші жоқ деген жауап, енді екіншіге я деген жауап. Яғни айналадағы сіз бір өзіңіз ғана әрекетіңізден емес, айналадағылардың көмегімен болуы да мүмкін деп көрсетіліп тұр. Я деген жауап екінші вариант. Үшінші вариантты таңдағандар жоқ деген вариант. Үшіншісінде жоқ деп тұр. Яғни ол нәрсе болады ма, болмайды ма, екі талай. Өйткені ешқандай әрекет жоқ, қимыл жоқ деген сияқты. Үшінші вариантта жоқ. Сұрақтарыңыз қандай болды? Комментарияға жаза кетіңіздер. Ойларыңызды да жазыңыздар. Алдағы уақытта қандай видеолар салсам, раскладтардың тақырыптарын жазыңыздар комментарияға, ойларыңызды бөлісіп. Сау болыңыздар.